енді маған сондай махаббатпен қарады да қыз. Жүрегім елжіреп кетті. Соны бір арамай пайда болды. Мына қызға мен ұнап қалдым екен деп. Түсінікті өзім тұрмын, мен де ржиып тұрмын. Өзімше риза болып тұрмын өзім. Бүйтіп қарасам ана бір орыстың әйелі отыр маңдай. Үстіне бір тон киіп алған. Тартып қалсам арс етіп тұр. Былай тұр. Біреу бір оқ атып жіберсе онда сұмдық болушы еді. Жер бетіндегі адамдардың бәрі бақытты болғысы келеді. Ең керемет нәрсе сол өмірде бақытты болу. Бақыт тек қана ақшамен, табыспен өлшенбейді, келісесіздер ғой. Сен керемет бай болып, бірақ айталық әйеліңмен ажырасып кеттің, болмаса балаңмен қарым-қатынасың дұрыс емес, болмаса ата-анаңмен қарым-қатынасың дұрыс емес, болмаса жұмыстағы серіктесіңмен қарым-қатынасың дұрыс емес. Ол адамның көңіл күйі дұрыс болмайды, келісесіз бе? Өзіңнің ішкі дүниеңмен, ішкі әлеміңмен қарама-қайшылыққа, ойлайтының басқа, істейтінің басқа, ішкі ойың басқа, айтатын сөзің басқа, қарама-қайшылыққа түсіп жатасың. Ондай адамның көңіл күйі де анша жақсы болмайды. Ал көңіл күйі жақсы болмаған адамның ол бақытты болмайды, яғни оның өмірінің сапасы да төмен деген сөз. Бақытты адам қандай болады? Бақытты адамның өңінен, түрінен көрініп тұрады. Бақытты адам өте былай жайбарақат болады да, стрессте жүрмейді бақытты адам. Жаттығу жасаған кезде, жүгіргеннен кейін, жаттығу жасағаннан кейін үйретеді бүйтіп, денеңді босат деп. Өткен жолы жүгірген кезде біз қазір марафонға дайындалып жүрмін. Жүгіресің, денеңде неме пайда болады ғой енді. Қысым пайда болады, напряжение пайда болады, денеңді босат дейді. Осылай босатып тастайды, аяғың, денең, қолың бәрі босады. Бір жерде напряжение жоқ, өстіп үйретеді ана тренер. Бақытты адамның денесінде осылай ешқандай напряжение жоқ та, бетінде напряжение жоқ. Көзінде напряжение жоқ, сіздікі сияқты. Бүйтіп отырамыз. Миымызға түрлі ойлар келіп жатады. Енді мамыражай. Бұны сәбиден көруге болады. Кішкентай сәбилер бақытты, келісесіздер ме? 3 жасар, 4 жасар бала келіп жатады, үйден келе жатқан кезде, мен немерем жүр, қазір үйде бағана ойладым, бақытты, ештеңке қайғырмайды. Ертең не болады, кеше не болды, біреу ұрысып тастағанса, деп ұрып жіберсең бірдеңке болса, ол бақытсыз болады, а былай бақытты. Сәбилерден көруге болады да. Шәкәрім сөзі бар, қайран, қайғысыз, қамсыз күндерім деген. Қайғысыз, қамсыз, өміріне риза, ешқандай бір қабағынан қарсы уайым қайғы жоқ. Оны далада жүрген аңдардан көруге болады. Далада жайылып жүрген аңды алыстан дүрбіден қарап отырса, бақытты. Жаңаны бақытсыз ғой, кейін бақытты. Шөп жеп, күннің қызуында жатыр. Байқа, балдасындар көрген шығарсыңдар да? Сиырдың күйіс қайырғанын, кейде жылқы жатады, қой жатады, пырт шөбін жеп жатады. Бақытсыз. Қораларың жайлы екен, маған ұнады. Жем шөпте жеткілікті сияқты. Сендермен бірге осында қыстап шығамын осы. Ал адамдардың мен бақытты адам көргем жоқпын, құдай ақ. Сені көрдіңдер ме сондай? Ана сиыр күйсеп жатқан сияқты адамдарды көрдіңдер ме? Мамыр ылғи сөйтіп жүретін адамдар. Күліп жүретін адамдар көрдіңдер ме? Қазір күліп жүретін болсаң, идиотсың ба? Сектада жүрсің ба? Ауыра ма бір жерің деген сияқты сөйтіп қарайды. Келісесіңдер ме? Әсіресе мына постсоветский пространство дейді, бұрынғы СССР-дан шыққан адамдардың 99% осылай жүреді. 99%. 99% бүйтіп күлсең, ана Мұхаммед Али деген боксер болған, естулерің бар ма? Сол айтады да, Советский Союз деген кезде Америкада мынандай айтатын, әне соғыс ашады, міне соғыс ашады. Олар бомбовиш жасап тастаған ғой. Міне сыр соғыс ашайын деп жатыр, русский угроза дейді. Орыстар соғыс ашайын деп жатыр, орыс ракета жасады, орыс самолет жасады. Ойбай, орыстар айға барып енді айдан, космостан бізге соғыс жасайтын болды. Күндіз-түн сондай пропаганда болған. Ол шындығында сондай болды. Үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетейін деп Хрущевтің кезінде холодная война деген естіген шығарсыңдар. Бүйтіп кездескен кезде біреу бір оқ атып жіберсе, үшінші дүниежүзілік соғыс болған кезде онда сұмдық болушы еді. Біз қазір өмірге келеміз бе, келмейміз бе, нағай біледі. 59 жылғы осылай болған болатын. Сол кім келген ғой Москваға. Бір күн метромен жүріп көрген, трамваймен жүріп көргенде айтты дейді. Мен шынымен орыстардан қорқа бастадым деп. Неге десек отырса бәрі. Бәрін қабағының қарсы жоған, бәрі деген агрессияда, бәрі стресте жүр. Бұлар шынымен қаны шерлер екен, бұлар соғыс ашатын, адамның етін жейтін адамдар деп айтады. Осында өзгеріске келгеннен кейін, бизнес бастауға шыққаннан кейін бәрі айтады.
бір аптадан кейін айтады дейді, сен қай сектада жүрсің деп. Не болды десе, сен что-то көңілді болып кеттің деп айтады дейді. Көңілді болып жүру бізде үлкен күнә, ненормальный деп есептеледі. Келісесіздер ме? Ненормальный деп есептеледі. Егер бір жерге барып көріңдерші, бүгін осыдан шыққаннан кейін автобусқа барыңдар, үйге барыңдар, достарыңа барыңдар да, естен кіре салсын. Қалдарың қалай? Күн тамаша да, қалдарың жақсы ма? Сен қалың жақсы ма? Қалың жақсы ма? Автобуста бір амандасыңдар. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қалың жақсы ма? Деп отырса, бәрі қарай бастайды. Ал Европаға барғандар бар ма? Европаға барсыңдар, ол нормально. Мен алғаш Германияға барғанда 96 жылы ма, 97 жылы аэропортқа бардым да, қалтамда паспортты алып, осы жерде тұрмыз. Үйреніп қалғанбыз. Енді қазір нормально. Бұрын дүкенге барасың, ресторанға барасың, бәр жерден байлаулы иттерді көресің. Арс етіп тұр, алсаң ал, алмасаң қой. Былай тұр, жолды бөгеме, нағып мыжылып тұрсың. Сондай неменеге паспортын столға қай жерге барсаң, саған сондай қызмет көрсетіп үйреніп қалғасын да. Қазір кішкене жібіді қазір адамдар ресторанға келген кезде. Сәлеметсіз бе? Что хотите деп, бірақ ондайға әлі үйрене қойған жоқ. Мені ұстайды деп өйтіп тұрады. Сөйтіп тұрады ғой. Соны сөйтіп тұрғам, ана неменеге келген кезде бір әдемі немістің қызы маған hello өстіп күледі де маған бетіме қарап. Жүрегім елжіреп кетті. Соны бір арамай пайда болды. Мына қызға мен ұнап қалдым екен деп. Енді маған сондай махаббатпен қарады да қыз. Сөйтіп күліп қарады да. Соң кейін ана бірдеңке айтып, мен түсініп өзім тұрмын, мен де ржиып тұрмын. Өзімше риза болып тұрмын өзім. Соң кейін алып кетіп, бүйтіп қарасам, ана келесі адамға да тура сондай. Келесі бір қап-қара негр тұр, алтында доған. Соған hello деп күліп жатыр. Ой, кейін мен сөйтіп қарсы алып жатыр екен десем. Енді соң кейін бүкіл Германияда, соң кейін Швейцария, Италияға бардым. Дүкенге барсаң да сол, ресторанға барсаң да сол, қай жерге барсаң, андай адамдарды көресің да. Бір түрлі ыңғайсыз, сен үйреніп қалғансың. Осылай, мына сендер сияқты қалай отырсың да, сөйтіп жүргенге. Автобуста біз үйреніп қалғанбыз. Соң кейін неменеге мен көрмеге барғам. Көрмеге бардым да, көп кітап, каталог, 2 чемодан каталог немене жинап алып келдім. Бірақ 10 шақты күн, 15 күн жүрдім, әкеге адам үйренеді екен. Қай жерге барсаң, hello, how are you? Деген, please, өсіп тұрған адамдар да қай жерге барсаң, біреудің аяғын басып кетсең, sorry деп сенен кешірім сұрайды. Құдай ақы, барсың да біреу қақып кетесің ба, десең, сенен кешірім сұрайды да, бір кезекке тұрсаң, пожалуйста деп күліп деп тұрған адамдар, соң ойлайсың, мыналар басында біртүрлі ыңғайсыз. Оңға қарасаң, шынайы жүрек көңілден, көзден сондай нәрсе көрініп тұрады да. Сол Москваға келдік, Домодедовоға. Келгеннен кейін келіп, ана телешка бар ғой, итеретін. Аэропортта тұрады, соны барып ойда ештеңе жоқ, ана жақта енді соны үйреніп қалғансың, қай жерге барсаң телешка бос тұрады, аласың, бәрі жол береді. Сол өмірге үйренесің 15 күн жүргеннен кейін. Келіп телешканы келіп тартып келіп қалсам, шынжырға құлып салып қойған. Бір орыстың әйелі отыр маңандай, үстіне бір тон киіп алған. Ана аэропорт іші суық. Тартып қалсам, смотри в глаза, платить надо. Сразу. Соң дедім, ана суық. Келдім ба? Şimdi өз отаныма, Советский Союз ғой дедім. Соң кейін қарасам, ақша рубль беру керек. Қалтамда рубль жоқ екен. Соң сұрадым, маркама бірдеңке бердім енді. 5 бағасы. Сдачи нету дейді. Соң кейін ана ауыстыратын ақша да жоқ. Не істейсің, жарайды. Соң кейін әгір берді. Алып келіп сүйресем, бір аяғы қисайып жатыр, чоқараң еткізіп, әгірні тиеп, қайтадан сол неменеге келдім. Осындай жерге. Че смотришь? Давай быстрее. Не тегей. Осындай неменеге обществоға келдік та, енді жібіп келе жатыр.